Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 7-ші сынып физика сабағы 5-6 жаттығу. Біріншіні оқиық. Төменде көрсетілген сурет 5-20 иендіктердің тірек нүктелерін және күш иендерін сызба түрінде анықтаңдар деген. 5-20 суретке қарайық. Мына жерде А және Ә суреттері қарап тұрсаңыздар бірдей. Айырмашылығы тек қана мынау таяқшалар мен жүктерінде. Қарасаңыздар. А суретінде бұл жүк баланың иығына тиіп тұр, ал мына Ә суретінде баланың иығына алшақ тұр, қарасаңыздар. Бұл суретінде қарасаңыздар, көлде ер азамат қайықтың ескегін есіп жүзіп бара жатыр. Енді осының кескін түрінде жасайық. Қараңыздар, бұл жерде мен кескінді сызып қойдым. Астында мына денеге түскен күш мынау күш иіні, тізіп тұрған күш иіні. Мынау тірек нүктесі. Мына жерде дәл осындай Ә суретінде де күшке түсірген денеге түскен күш, мынау күш иіні 0 дегеніміз тірек нүктесі. Б суретінде жаңағы қайықтың екі ескегі мынау F1 және F2, яғни осы жерге күш түсіп тұр. Арасында мынау Т1, Т2 деген бұлар күш иіні. Екінші есебін қарайық. Сурет 5-20-дан А және Ә жағдайларын қарастырыңдар деген. Таяқтағы жүктің қай орналасуында оның ауырлық күшінің моменті үлкен болады дейді. Қарастырайық. Бұл жағдайда балалар А және Ә нұсқасын жаңа біз қарадық қой. Бұл жерде А жағдайында бізде жүк денеге тиіп түрде. Қазір мен жазайын мына жерге. Күш моменті дегеніміз, күш моменті тең болады денеге әрекет еткен күшпен күш иініне, мынаған тең. Қарасақ, ол кезде бізде жүк баланың денесіне тиіп тұрды. Яғни ол жерде бізде аз болады, күш моменті аз болады. Ал Ә жағдайында ол кезде қарасаңыз, жүк пен баланың арасында ара қашықтық болды. Ол кезде күш моменті көбірек болады. Жазып қояйық, моменті көбірек. Енді үшінші есепке келейік. Үшіншісінде сақтандырғыш клапанның сурет 5-21 дейді. Қимасына қарап, бұл клапаннан шықпас үшін иіндікке қандай жүк ілуге болатынын есептеңдер. Қазандағы будың қысымы қалыпты атмосфералық қысымнан 12 есе артық. Клапанның ауданы 3 см куб. Иіндік пен клапанның салмағын ескерілмейді. Күштердің иіндерін суреттеген өлшеп табыңдар. Егер қазандағы бу қысымы артатын немесе кемитін болса, жүкті қай жаққа жылжыту керек? Жауаптарыңды негіздеңдер дейді. Шығарайық. Ал балалар, үшінші есепті шығарайық. Берілген бізде қалыпты атмосфералық қысым бізде 101.325 паскальға тең. Берілген қысым бойынша 12 есе артық деп көрсеткен. Ауданымыз біздің 3 см кубке тең. L2, L1-ге қатынасы 4 деп аламыз. Себебі бізде L1-ден L2 4 есе артық, үлкен деп жүреді. Например, біз L1-ді біз 1 деп алатын болсақ шаманы, ал L2-міз 4-ке тең болады. Ал егерде L1-міз 2-ге тең болса, онда L2-міз 8-ге тең, яғни бұл 4 есе үлкен деген. Құбыжыға айналдырайық. Мына жерде қалыпты атмосфералық қысым бізде 101.325 паскальді біз қанша деп аламыз? 10-ның 5 дәрежесі паскаль деп аламыз. Ауданды алайық. Бұл аудан 3 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Енді формуласына келейік. Формулада біз массаны табу үшін күш моментінің теңдігін қолданамыз. Яғни F1 L1 тең болады F2 L2-ге. F1-міз біздің қысымды қарастырсақ болады. Яғни бұл қысымыз біздің қысымның формуласы міне. S-ге тең,
тең болады 12 ро S. F2 тең болады F ауырлық күшіне. Ауырлық күшінің формасы бізде mg. Енді теңестіріп кетейік. 12 ро S L тең болады mg L2. Енді осы жерде біз массаны табуымыз керек. Массаны табу үшін 12 ро SL астына GL2 тең болады. Енді 12-ні жазайық. Бізде қалыпты қысым 10-ның 5 дәрежесі паскаль. S аудамыз біздің 3 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат. Мына жерде L1-іміз біз 1 дәрежеде болайық. 1 деге тең деп аламыз. Ал астындағы 2-ні біз 4 деп аламыз. Сол кезде G-міз біздің тұрақты сан. Килограмм көбейтеміз. L2 біз 4-ге тең деп алдық. Сонда тең болады. Жазайық. Астын сол күйінде қалдырайын қазір. 10 көбейтілген 4 дәрежесі деп. Үстінде бізде так, мына паскаль минус пен минус бөгет. 30-нан көбейткенде 36 көбейтілген 10-ның өзі болады. Тең болады. Мына жерде 10 мен 10 қысқарып кетеді. 36-ны 4-ке бөлеміз, сонда 9 болады. 9 килограммға тең болады. Массамыз сонда 9 килограммға тең екен. Олар